أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. العهد السابع. Biz 10-cı dərsке keldik. 10-cı dərs 7-ci vəsiyyət. Fi mucalasatil ulama. Ғалымдардың қасында отыру, ғалымдардың зияратына бару, ғалымдардың сұхбатында болу жайлы өсиет. Және бұл өте қажетті, әрбір мұсылманға өте керекті амалдардың бірі екен. Ухида алейна ал-ахдул ам мин расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бізден жалпы серт алды. Не нәрсеге? Алла нухлия нуфусана мин мужаласатил улама. Өзіміздің нәпсілерімізді ғалымдардың мәжілісінен тыс қалдырып қоймауға, яғни үнемі ғалымдардың мәжілісіне барып тұруға не істеді? Серт алды бізден. Уәләу күнна улама. Қараңыз, өте маңызды нәрселердің бірі, тіпті біз өзіміз ғалым болсақ та дейді. Қараңыз, тіпті сіз білім алып жүрген, білім үйреніп жүрген, білім үйретіп жүрген, кітаптардан дәріс беріп жүрген ғалым болсаңыз да, кітап жазып жүрген ғалым болсаңыз да, ғалымдардың мәжілісіне бару деген өсиетті тәрк етпеңіз деп жатыр. Өйткені қараңыз, себебі фаруббама а'тахумуллаху минал илми ма лам ю'тина. Өйткені дейді, біз егер ғалым болсақ та, сол барып жатқан ғалымға бізге бермеген білімді Алла Тағала оған берген шығар дейді. Сондықтан бір адам жалғыз өзі бүкіл білімді жинап алуы мүмкін емес. Басқа ғалымдарға барып, солардың мәжілісінде отырып, ол не істейді екен? Олардан үлкен-үлкен берекет, үлкен-үлкен пайда алады екен, үлкен-үлкен білімдер алады екен. Өйткені оның білімі, ода бар білім, Алла Тағала оған сізге бермеген білімді беріп қоюы мүмкін. وهذا العهد يخل بالعمل به كثير من الفقهاء والصوفية. Енді бұл өсиетке көп фақихтер және көп сопымын деп жүрген адамдар бұл өсиетке амал етпейді. Олардың себебі не? فَيَدَّعُونَ أَنَّ عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ. Құдай сақтасын. Бұл адамдар қандай оймен бармайды? Менде дейді, менде жеткілікті білім бар. Бүкіл адамдарда қандай білім бар болса, Аллаға шүкір менде соның бәрі бар деп айтады. Осы себепті бармайды. Мен пәленшеге барам ба, ғалым деп айтылып жатқан, оның білген бәрі мен білем. Екінші біреуге барам ба, анау ғалымға барам ба, анау шейхқа барам ба, оның білген бәрі мен білем. Осындай неде болады екен. Ал енді бұл өз-өзіне масайрану, өз-өзіне таңырқау, ұжуб деген жүрек ауруларының бірі бұл. Немесе бұл тәкаппар да болуы әбден мүмкін. Тәкаппарлықпен бармайды адам баласы. Не үшін бармайды? Өйткені сіздің оған баруыңыз, оны ғалым деп мойындауыңыз болып саналады. Мен оны мойындамаймын деп адам не істеуі мүмкін? Тәкаппарлыққа баруы мүмкін. Бәл самиату ба'дахум яқулу. Бәлки дейді, қараңыз, мен осы ғалымын деп жүрген адамдардың біреуінен естідім осы сөзді дейді, қараңыз. Ламма лумтуху аля адами тараддуди лил улама. Мен оған сіз ғұламаларға бармайсыз, ғұламалардың мәжілісіне бармайсыз деп сөгіс айтқан кезде, ол маған былай деп айтты дейді, қараңыз. Валлахи дейді, Алланың атымен ант етейін дейді. Лау алимту анна ахадан фи мисра индаху илмун заидун аля ма инди. Мен бұл қалада бір ғалымды естіген болсам дейді, бір ғалымды білетін болсам дейді, ода менде жоқ білім бар деп білетін болсам дейді, қараңыз. Демек бұл қандай үлкен тәкаппарлыққа кетіп жатыр. Ондай адам жоқ деген сөз айтып жатыр да, менде бәрі бар дегенді айтып жатыр да. Егер мен сондай адамды білген болсам дейді, ла хадамтуни алаху. Мен оның аяқ киімін тасып қызмет жасайтын едім деп жатыр. Қараңыз. Валакин алайда дейді, бихамдиллахи та'ала, Аллаға шүкір дейді. Қад а'таналлаху та'ала минал илми ма агнана бихи анин нас. Алла Тағала маған сондай бір білім беріп тастады, мен басқа адамдарға мұқтаж емеспін дейді. Алла сақтасын. Қараңыз. Қандай тәкаппарлық, қандай ұжуб, қандай сумаға кетіп жатыр адам. Ва хаза куллуху жахлун би насси шари'i. Бұл сөздің барлығы және бұл сөзді айтып отқан адамның барлығы не дейді? Бұл надандық дейді. Бұл надандық екендігіне шариғат дәлел деп жатыр. Шариғат куә етіп жатыр дейді. Неге? Өйткені кама саяти фи қаулихи саллаллаху алейхи ва саллам, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллам хадисі бар. Мен қала инни алимун, кімдегі мен ғалыммын деп айтатын болса, фахуа жахилун, ол надан деп жатыр. Сондықтан бұл адам не деп жатыр өзін? Мен ғалыммын деп айтып жатыр бұл адам.
Егер мен ғалым болмағанымда, ана адамда менде жоқ білім бар болғанда мен оған барар едім деп жатыр. Демек ол өзін не істеп жатыр? Ғалымын. Бұл надан деп жатыр бұл. وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كفاية لكل معتبر. Енді Құранда келген Мұса пайғамбар менен алейхиссалам және Хадир алейхиссаламның оқиғасында деп жатыр, екеуінің арасында білім талап етіп, білім үйрену және білімнің әдебі, ғалымдардың мәжілісіне бару жайында ғибрат алатын адам үшін бұл екеуінің оқиғасы жетерлі деп жатыр. Яғни Мұса пайғамбар мен пайғамбармын ғой деп тәкаппарланған жоқ, көрдіңіздер ме? Яғни осы нәрсе ғибрат алатын адамға жеткілікті деп жатыр екеуінің оқиғасы. Фажтами я ахи, сол себепті ей бауырым дейді, күллі қалилин алал уламаи вақтаним фаваидахум. Яғни шаман келгенше ғалымдардың мәжілісіне баруға, ғалымдармен бірге болуға әбден тырыс деп жатыр. Ғалымдармен бірге жиында отыр және олардың пайдаларын ғанимет біл деп жатыр. Вала такун минал ғафилина анхум, және ғалымдардан ғафлетте қалып қалған адамдардың бірі болма дейді. Пәленше жерде пәленше деген шейх бар, пәленше жерде пәленше деген ғалым бар деп естідіңіз бе? Сол ғалымға барып сұхбатында болуға не істеңіз деп жатыр? Тырысыңыз деп жатыр. Фатухраму бараката ахли асрика куллихим. Егер сен сол ғалымдардың мәжілісіне баруды тәрк ететін болсаң, өзіңнің заманыңдағы барлық берекеттен құр қаласың деп жатыр. Махрум болып қаласың. Не үшін? Ликауника руайта нафсака а'ла минхум. Бірінші себебі, сен өзіңді олардан жоғарымын деп санаған себепті бүкіл берекеден айырыласың. Екіншісі, ау мусауян лахум, мен онымен бірге теңмін, мен де ол сияқтымын, мен неге оған барамын деу арқылы сен не істейсің деп жатыр? Берекеттен құр қаласың деп жатыр. Фа иннал имдадатил илахия мин илмин ва гайрихи хукмуха хукмул ма. Мынау жерде өте маңызды мәселелердің бірін қозғап жатыр шейх. Қараңыздар, әр қайсымызға керек мәселелердің бірі. Өйткені дейді, қараңыз, илахи жәрдемдер, илахи бізге келетін рахметтер, мейірімдер, білімдер, мин илмин ва гайрихи, яғни бізге келіп жатқан білімнің өзі бұл Алла тағаладан беріліп жатқан бізге сый. Сол сияқты білім болсын, кішіпейілдік болсын, тақуалық болсын, қандай да бір илахи бізге жәрдемдер келетін болса, бұның үкімі судың үкімі сияқты дейді. Қараңыздар. Яғни Алла тағала тарапынан келетін раббани илахи жәрдемдер бұның үкімі судың үкімі сияқты дейді. Енді су деген қалай? Валмау ла яджри илля фиссуфлия. Су дейді, қараңыздар. Су тек қана төменге қарай ағады дейді. Егер су бір жерде тұрса, егер тегіс жер болса ақпайды. Немесе биік жерге қарай су ақпайды, су төмен жерге қарай ағады. Демек біз не істеуіміз керекпіз? Кішіпейілділікті ұстануымыз керекпіз. Бізге өзімізге раббани имдадат, яғни илахи жәрдемдер, илахи нурлар бізге керек болатын болса, біз не істеуіміз керекпіз? Кішіпейілдікті ұстануымыз керекпіз, өзімізді төмендетуіміз керекпіз. Сол кезде Алла тағала жаңағы су төменге аққан сияқты Алла тағаланың жәрдемдері, Алла тағаланың берекеттері бізге осылайша не істейді екен? Келеді екен. Ал егер біз өзімізді жоғары ұстайтын болсақ, тәкаппар болатын болсақ, ол бізге келмейді ол нәрсе. Немесе өзімізді тең ұстайтын болсақ, ол тоқталып тұрады. Фәмән ра'a нафсаху а'ла мин aqranihi. Енді кімде-кім өзінің замандастағы, қатарластағы адамдардан жоғарымын деп санайтын болса дейді. Лам яс'ат лаху минхум мададун. Сол өзінің замандас адамдардан оған ешқандай бір берекет, ешқандай да бір білім, ешқандай да бір нұр оған істемейді, көтерілмейді деп жатыр оған. Оған бармайды ол. Ва ман ра'a нафсаху мусауян лаху. Ал енді кімде-кім өзін теңмін деп санайтын болса не болады? فَمَدَدُهُمْ وَاقِفٌ عَنْهُ كَالْحَوْضَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ. Ондай кезде дейді, мынау замандастары, мынау өзі, мен осы замандастармен теңмін деп санайтын болса, бұл екі хауызда тұрған екі су сияқты дейді. Бұның мәдәттері, бұның жәрдемдері не істеп тұрады? Тоқталып тұрады дейді. Яғни қараңыз, Алла тағала көбінесе адамдарға осы ғалымдар арқылы нұрды өткізеді. Өйткені ғалымдардың сөздері өте көп жерлерде айтылған. Білім ол нұр, жүректен жүрекке өтеді деген. Сондықтан сіз сол ғалымнан сізге не істейді? Илахи құдайлық білім, бұл сыртқы білімдер, жаңа шарғи білімдер немесе ішкі жан дүниелік білімдер, тақуалық сияқты нәрселер өтеді екен. فما بقي الخير كله إلا في شهود العبد أنه دون كل جليس من المسلمين. Енді
бүкіл жақсылық, бүкіл берекет, бүкіл раббани нұрлардың бәрі не нәрседе ғана қалды? Өзіңізді басқалардан қарағанда төмен санаған кезде ғана қалды. Өзіңізді төмен санайтын болсаңыз, басқа жақтан сіздерге не келе бастайды? Сізге үлкен раббани нұрлар үйіліп, төгіліп, ағып келе бастайды екен. Лиянхадира лахул мададу минхум, оған сол Алла тағаланың мәдәді, Алла тағаланың раббани нұрлары сол адамдардан оған келу үшін деп отыр. Кама аудахна залика фи аували ухудил машайих валлаху алимун хаким. Және біз бұл мәселені ухудул машайих, яғни ұстаздардың, яғни шейхтардың өсиеті деген кітабымызда бұны атап кеттік дейді. Яғни кімнің? Бұл шейх Шаъранидің өзінің ухудул машайих деген тағы да бір кітабы бар. Сол жерде атап кеттім деп отыр. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. және имам Табарани ибн Аббастан марфу халінде риуаят етті. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. егер жәннат бақшаларының қасынан өтетін болсаңдар, не істеңдер деді? Ол бақшадан алыңдар, ол бақшадан керектеріңді алыңдар, жай ғана өтіп кетпеңдер деген сөз. Сол бақшаға кіріңдер деген сөз. Қалу, сол кезде сахабалар сұрап жатыр. Я Расулалла, я Алланың елшісі, уама риядул жанна. Ал енді жәннат бақшалар дегеніміз ол не деген кезде? Қала мәжалисул илм, білім мәжілістері деп жатыр. Сондықтан күніге мешіттерде дәрістер болып жатыр ма, білім үйретіліп жатыр ма, сіз сол мешітке асығыңыз. Бос уақытыңыз бар ма, жұмыстан шықтыңыз ба, басқа бір нәрсемен айналыспаңыз, басқа нәрсеге көп көңіл бөлмеңіз. Міне жәннаттың бақшалары сол жер міне. Нағыз жәннаттың бақшалары мешіттерде өтіліп жатқан білімдер, мешіттерде беріліп жатқан дәрістер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзіменен. Демек сіз сол жәннат бақшаларын қалаған болсаңыз, мешіттегі білімдерге баруға асығыңыз. وفي رواية له, және кімнің тағы да бір риуаятында, имам Табаранидің тағы бір риуаятында, عن أبي أمامة مرفوعا إن لقمان عليه السلام قال لابنه. Луқман алейхиссалам өзінің баласына былай деп айтқан екен: Я бунай, ей балам, алейка би мужаласатил улама, өзіңе ғалымдармен бірге отыруды міндет қыл деп жатыр. Васма каламал хукама, және даналардың сөздерін тыңда. Фаинналлаха таала, өйткені Алла тағала, қараңыз, өте маңызды сөз айтып жатыр. Ла юхи ал-қалбал маййита, өліп қалған жүректі Алла тағала тірілтеді. Бинурил хикмати, даналық нұрменен. Яғни ғалымның мәжілісіне барсаңыз, сол ғалымның даналық сөзі, немесе бір дана адамның мәжілісіне барсаңыз, сол дана адамның сөзі, соның нұры сіздің жүрегіңіз өліп қалған болса, жүрегіңізді тірілтеді. Шындығында бұндай мәселелерді, бұндай нәрселерді өте көп сеземіз. Ұстаздарымыздың, ғалымдардың, шейхтардың мәжілісіне барған сайын жүректің басқаша нұрланып қайтқанын сеземіз. Бұл ешбір күмән жоқ нәрсе. Кама юхйил арду ал-майтата биwabilil matar. Қараңыз, өліп қалған жерге жаңбыр жауып, сол жаңбыр сол жерді қалай тірілткен болса, өліп қалған жүректерді Алла тағала осындай ғалымдардың, даналардың нұрыменен естейді дейді, тірілтеді дейді. Варауа Абу Я'ла ан ибн Аббасин қала, қила я Расулалла, пайғамбарымыздан бір кісі сұраған екен: Я Алланың елшісі, айю жуласаина хайрун, қай бір мәжілістеріміз ең жақсы мәжіліс? Өйткені біз мына бір мәжілісте боламыз, мына бір мәжілісте боламыз, пәленшенің мәжілісінде боламыз, басқа адамның мәжілісінде боламыз. Сосы отыратын мәжілісінде отыратын адамдарымыздың ең жақсы кім деген кезде, қала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр: Мән заккаракумуллаха ру'ятуху, оны көрген кезде Алла тағаланы есіңізге салатын адам. Міне сонымен отыруда, соның мәжілісінде берекет бар деп жатыр. Уазада фи илмикум мантиқуху, оның сөйлеген сөздері біліміңді арттырған адам деп жатыр. Уазаккаракум бил ахирати амалуху, және оның жасаған амалдары ақыретті есіңе түсірген адам. Міне соның мәжілісінде бар, соның мәжілісінде отыр деп жатыр. Кім болса соның емес, анау пәленше досым ғой деп барып алып, жаңағындай асханаға кіріп алып, сағаттап отырып, әркімді бір ғайбаттағаннан қарағанда, ғалымдардың мәжілісіне баруда сізге өте үлкен пайда бар, илахи жәрдемдер бар. Валлаху а'лам. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк.